Хабарым жалғастырамыз. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында Қазақ хандығының 550 жылдығына орай наматтар мұрасы атты көрме жұмыс істеуде. Мұндағы жәдігерлер көрермендер көңілін бірден баурап алып, сонау бұрынғы заманға саяхат жасауға мүмкіндік береді. Қазақ хандығының тарихынан сыр шертер экспозицияны біздің сүру тобымызда тамашалап қайтты. Экспозиция бірнеше бөлімнен тұрады. Бұл жерден Қазақ хандығы кезінде билік еткен тұлғалар, батырлар мен дала ақындар жайлы жазылған мол деректерді табуға болады. Сондай-ақ көрмеде 17-18 ғасырларда қолданған қару-жарақтарды, музыкалық аспаптарды, кілемдер мен ұлттық киімдердің үлгілерін көре аласыздар. Этнография бөлімінің жетекшісінің айтуынша, көрермендердің назары бірден керует шетіндегі мына шілтері жиекке ауатын көрінеді. Біздің көрменің экспозиция көптеген өте құнды заттар бар. Сол заттардың ішінде біздің кестелі жиек. Ол кестелі жиек төсектің етегі. Қазақ әйелдері өзінің күнделік жұмысынан басқа тағы да қол өнерімен айналысқан. Солардың ішінде мына кесте тігу. Бұл кестелі әдіп біздің солтүстік Қазақстан тұрғынына тойына сыйлық ретінде жасаған өзінің құрбысыменен. Көрмеге қойылған барлық жәдігерлер мұражай құрылғалы жиналды. Алғаш қойылған әйел бұйымдарда көрермендердің назарына ерекше түседі екен. Мысалы 19 ғасырдың аяғында қолданылған мына шолпылар. Бұрындары жас жігіттер шолпының сылдырын естіп, қыздың мінезін анықтай алатын. Көрмеде көшпелі қазақ халқының тұрмыста қолданған заттары да көптеп қойылған. Кішкене ғана балға, бұл балға ағаштан жасалған, сүйекпен безендірілген 19 ғасырға жатады. Бұл балға күнделік өмірде қантты шағуға қолданған балға. Мұндай түрлер темірден де жасалатын болған. Кейін кезде қант шаққыштар пайда болды. Көрмеге қойылған 150-ден астам құнды жәдігерлердің барлығы ерекше. Олармен қала тұрғындары мен қонақтары жыл соңына дейін таныса алады. Лаура Талепова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.